көптеген қонақтар келіп отыр екен. Қане қонақтармен амандасайық. Бүгінгі ашық оқу әрекетіміздің шаттық шеңберін біз ойынмен бастайық. Балалар, сіздер ойын ойнағыларың келе ме? Ендеше, қазір біз ойлан тап деген ойын ойнаймыз. Қазір менің қолымда доп бар. Осы допты мен бір балаға лақтырамын. Сол бала маған менің қойған сұрақтарыма жауап беріп, кері лақтыру керек. Түсіндіңдер ме? Ендеше, балалар, сауат ашу оқу әрекетінде нені үйренеміз? Сауат ашу оқу әрекетінде әріпті және дыбысты үйренеміз. Өте жақсы, дұрыс. Әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз дыбыстың таңбасы. Жарайсың. Дыбыс нешеге бөлінеді? Дыбыс екіге бөлінеді. Иә. Қандай болып бөлінеді? Дауысты. Иә. Дыбыс. Сосын? Дауыссыз. Дауыссыз. Өте жақсы, жарайсың. Дауысты дыбыс қандай текшеге белгіленеді? Дауысты дыбыс. Иә. Көп текше. Көп па балалар? Жоқ. Қандай текше? Қызыл текшемен белгіленеді. Дауыссыз дыбыс қандай текшемен белгіленеді? Дауыссыз дыбыс көп текшемен белгіленеді. Өте жақсы, жарайсың. Дауысты дыбысты біз не істейміз? Дауыссыз дыбысты Иә. Біз не істейміз? естиміз. Иә, сосын Айтамыз. естиміз және айтамыз. Ал дауысты дыбысты біз не істейміз? Дауысты дыбысты біз Иә. Балалар, күйікті шүрекші Жанеркеме. Не істейміз? Айта қойшы, кім айтады? Жанерке маған лақтыра ма? Дауысты дыбысты біз не істейміз? дауысты біз айтамыз, көреміз. Өте жақсы, жарайсың. Жанеркем, келесте есімде болсын, иә? Жарай ма? Ал, дауысты дыбыс қалай айтылады? Дауысты дыбыс кедергісіз айтылады. Кедергісіз айтылады. Ал, дауыссыз дыбыс қалай айтылады? Дауысты дыбыс Дауыссыз. дауыссыз дыбыс кедергімен айтылады. Кедергімен айтылады. Сауат ашу оқу әрекетінде не үйренеміз, сонымен? Сауат ашу оқу әрекетінде әріпті және дыбысты үйренеміз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, сіздерге ойын ұнады ма? Иә! Балалар, қаттай қарамаймыз, жарай ма? Қане, кеп орнымызға отыра қоямыз. Қане, қалай отырамыз біз? Балалар, бүгінгі ашу оқу әрекетінде сіздер дауыстылар тобы боласыңдар. Дауыстылар тобы себебі қызыл текшемен белгіленеді. Ал сіздер дауыссыздар тобы боласыңдар. Дауыссыздар тобы себебі көк текшемен белгіленеді, иә? Ал сіздер балалар әріптер тобы боласыңдар. Жарайсыңдар. Енді қайсы топ көп сұрақтарға жауап береді екен. Қарайық. Балалар, бүгінгі ашық оқу әрекетімізді бастамас бұрын біз өткен әріптерімізді қайталап алайық. Жарайсыңдар ма? Қане. Слайдқа назар аударайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Аяужанның анасымын. Мен қызымның не үйреніп жатқанын көргім келіп, хабарласып отырмын. Балалар, сендер әріптерді білесіңіздер? Білеміз бе біз әріптерді? Ендеше, қане. Ендеше менімен сөз ойла, тез ойла ойынын ойнағыларың келе ме? Ойында мен бір әріпті көрсетемін. Сендер сол әріпті атап, сол дыбыстан басталатын сөз ойлайсыңдар. Ойлаған сөздеріңе орысша және ағылшынша аудармасын айтуларың керек. Дайынбыз ба? Қане, олар тыңдаймыз. Балалар, мынау қандай әріп? Қане, айта қойшы, Нұрай. Алма, яблоко, эпл. Өте жақсы. Келесі әріп. Дұрыс, мынау А әріпі. Дұрыс екен, балалар. Келесі қандай әріп? Ал мынау қандай әріп? Айта қойшы. Аяужан. Әже, бауызға граммаз. Өте жақсы, дұрыс. Айта қойшы. Әже, бауызға граммаз. Иә, жарайсың. Келесі әріп. Ал балалар, мынау қандай әріп?
Аружан? Бала, ребенок, беби. Беби, ал назым айтамын. Бала, животное, беби. Беби, жақсы жарайсың. Ал келесі. Ал Шадияр. Ал балалар, мынау қандай әріп екенін білесіздер ме? Білеміз бе? Ал Шадияр айтамын айтамын. Ешкі, казак, голод. Голод. Ал Ринат. Ешкі, казак, голод. Голод жарайсың. Енді келесі қандай әріп? Сізге көрсеткен айғанламасы? Ал балалар, мынау қандай әріп? Мамасы, коска, кет. Кет. А Фатима? Мамасы, коска, кет. Жарайсыңдар. Ал мына әріпті кім біледі? Кет. Н-дан басталатын. Кет, білет. Білет. Жарайсың. Тағы кім айтады? Кім? Элина айтады. Бред. Ал мынау ше? Ал кім айтады оны? Анет сен айтады. Онда үстір сайыр. Шайыр. Айта қойшы кім? Жансик. Орында үстір сайыр. Жақсы жарайсыңдар балалар. Аюжан болмас. Не дейді екен? Жарайсыңдар балалар. Сендер әріптерді өте жақсы біледі екенсіңдер. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Енді балалар, осы біз өткен әріптердің бәрін қалай үйренгенімізді көрсеттік, я білетіндерімізді. Балалар, енді қалай отырамыз? Енді бүгінгі ашық оқу әрекетімізді балалар қалай отырамыз? Жаңа тақырыбымен танысамыз. Ол жаңа үйренетін дыбысымызбен әрпімізді біз жұмбақ қою арқылы табуымыз керек. Біз жұмбақ шеше аламыз ба? Иә! Ендеше біз жұмбақты тыңдайық. Қане, кішкене ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Кім айтады? Ринат айта қойшы. Қой. Қой дейді. Қаяқшы дұрыс па екен, қой ма екен? Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Ал келесі жұмбақтың көкала костюм киеді, бойын жерге жасырған, күннің көзін сүйеді. Бұрымы оның жасылдан азамат. Қарбыз. Дұрыс па екен? Жарайсың азамат. Дұрыс екен. Келесі. Қалқиып ұзын құлағы, қорқып, үркіп тұрады, Фатима. Қоян. Қоян дейді. Қане, қарақшы. Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Енді осы қоян, қарбыз және қой деген сөздердің басында қандай әріп естіп тұрсыңдар? Айта қойшы. Қ дыбысы. Қ әрпімен дыбысын естіп тұр. Қ дыбысын естіп тұр, иә? Енді бүгінгі біздің өтетін жаңа әрпіміз Қ дыбысы және әрпі екен. Балалар, қане бәріміз қолымызды иегіміздің астына қойып, Қ айтайықшы. Ал Қ, балалар, иегіміз қолымызға тиіп тұр ма? Жоқ. Неге тимей тұр, Шадияр? Себебі ол қандай? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс. Ал дауыссыз дыбысты қалай айтады екен сонда, Камила? Дауыссыз дыбыс кедергімен айтылады. Кедергімен айтылады. Ал Ринат біз оқыс әрекетінде қалай отырамыз? Қалай отырамыз? Иә, жарайсыңдар. Енді осы дауыссыз дыбыстарды біз қандай текшемен белгілейміз? Айта қойшы, Анет. Дауыссыз дыбыстарды көк текшемен белгілейміз. Өте жақсы, дауыссыз дыбыстарды көк текшемен белгілейді екенбіз. Енді осы Қ дыбысынан басталатын біздер сөздер білеміз бе? Иә. Қане, айта ғой. Қарбыз. Қарбыз. Тез-тез айтып шығамыз. Қымыз. Қымыз. Қой. Қой. Қауын. Қауын. Қасық. Қасық. Қолтырауын. Қолтырауын. Қарындас. Қарындас, өте жақсы. Құлпынай. Құлпынай. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Құлын. Ринат. Қой. Қой. Айта ғой. Қайшы. Қайшы, Жансың. Қарын. Қарын. Қошқар. Қошқар. Жарайсың. Мәди. Қазық. Қазық. Қазан. Қазан. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Барлығымызда Қ дыбысынан басталатын сөздерді біледі екенбіз. Енді, балалар, біз
қасқыр деген сөзді буынға бөлейікші. Қасқыр деген. Балалар, қасқыр деген сөз неше буыннан тұрады, Ринат? 2 буыннан. Толық сөйлейміз. Иә? Қасқыр деген сөз 2 буыннан тұрады. Иә. Элина, қасқыр деген сөз неше дауысты дыбыс бар қасқыр деген сөзде? Қасқыр деген сөзде Иә, неше дауысты дыбыс бар? 2 Иә? дауыс. Дауысты дыбыс бар екен, жарайсыңдар. Енді қала деген сөзді бөлейікші. Қала. Қане, Назым айтпаған неше буын? Қала деген сөзде 2 буын бар. Өте жақсы. Аружан, қала деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? Қала деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Неше буын болса, сонша дауысты дыбыс болады екен, иә, балалар? Енді қой деген сөзді буынға бөлейік. Неше буын бар қой деген сөзде? Қой деген сөзде 1 буын бар. 1 буын бар. Нұрай, қой деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? Қой деген сөзде 3. 3 Қой деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? 1 дауыс. Айтау. Неше дауысты дыбыс бар? 1 дауысты дыбыс. 1 дауысты дыбыс бар ғой, иә? Иә. Неше дауысты дыбыс бар, Ани? Қасқыр деген Қой деген сөзде? Қой деген сөзде Иә. 2 дауысты дыбыс. Балалар, қой деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар ма? Жоқ. Неше дауысты дыбыс бар екен? 1 дауысты дыбыс бар екен. Енді осы қой деген сөзді алдымыздағы текшемен жазайық. Әне, біреуін бір бала тақтаға шыға қойсын. Кел, Камила шыға қой тақтаға. Қой деген сөзді біз текшемен жазамыз. Бәріміз қарап отырамыз. Ой, қандай дыбыс ұзақ естідің? Қ дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс. Ой. О дауысты дыбыс. О-и. Қандай дыбысты ұзақ естідің? Иә. И дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс. Қой деген сөзде неше дыбыс бар екен? Қой деген сөзде 3 дыбыс бар. 3 дыбыс бар екен. Осы қой деген сөзде неше дауысты дыбыс бар сонда? Қой деген сөзде 1 дауысты дыбыс бар. Және неше дауыс? 2 дауыссыз дыбыс бар. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді балалар бәрін жаздық па орнымызда отырып? Иә. Ал енді Ринаттікі дұрыс па балалар? Жоқ. Себебі дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс қай жерде кездесу керек? Дауысты дыбыс. Ортасында кездесу керек дауысты дыбыс. Енді Камила түзетіп жібере ғой Ринаттікі. Балалар, ал қой деген сөзде неше дауысты дыбыс бар екен? Қараңызшы, неше дауысты дыбыс бар екен? 1 дауысты дыбыс бар екен. Қой деген сөзде неше дыбыс бар екен? Қараңызшы, неше? Иә. Неше дыбыс бар? Қой деген сөзде 1 дауысты. Неше дыбыс бар? Барлығы неше? Барлығы 3. 3 дыбыс бар екен. Жарайсыңдар, тез текшелерімізді жинап тастай қоямыз. Өте жақсы, текшені жинап қоямыз. Алла, біз қой деген сөзге дыбыстық талдау жасадық, иә? Дыбыстық талдау жасап, текшемен жаздық. Енді, алла, біз бір сергіп алайық, жарай ма? Қане, орнымыздан тұрамыз. Сергіту сәтіне де бір ойын ойнап жүрейік. Ойынымыздың аты дыбысты анықта. Маған көмекке Камила мен Аружан келе қосты. Аружан мен Камила қазір үшеуміз сіздермен бірге ойын ойнаймыз. Мен бастайын қазір. А дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде сендер қолдарыңды шапалақтайсыңдар. Ал Қ дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде сендер аяқтарын топылдатасыңдар. Жарай ма? Түсіндіңдер ма? Иә. Ендеше ойында бастаймыз. Қол тұрауын. Қаспын. Аяужан жатасып кетті. Жарайсың отыра ғой. Ал. Алма. Қабат. Назым жатасып кетті отыра ғой. Асу. Аққу. Қарғыз. Қасқыр.
Ана. Қайшы. Қазан. Қас. Жарайсыңдар, өте жақсы. Орында тұрып тұрғандар, ойыннан шатаспай, дыбысын дұрыс анықтап білді. Ойын ұнады ма сіздерге балалар? Жарайсыңдар, өте жақсы. Барлығында шатаспай, дұрыс ойнадыңдар. Ринар, Аяужан, Назым, келесіде шатаспаймыз, жарай ма? Жарайды. Ендеше балалар, біздің, мен маған сіздерге қ дыбысын таныстырдым. Енді біз қ әрпін көрейікші қандай болады екен. Міне, слайдқа қараңыздар. Мынау қ әрпінің үлкен баспа түрі. Қандай әріп екен? Қ. Ал мына көріп отырғандар, ол кішкентай түрі екен, кішкентай баспа түрі. Енді балалар, осы қ әрпі туралы бізге бейне жазба не айтады екен? Тыңдаймыз ба? Неше тыңдаймыз? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Ол кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Қ әрпі. Қ әріпі. Қарлығаш. Қарлығаш. Қайың. Қайың. Қозы. Қозы. Қасқыр. Қасқыр. Қоян. Қоян. Қауын қарбыз. Қауын қарбыз. Құлын. Құлын. Қаз. Қаз. Қармақ. Қармақ. Құмырсқа. Құмырсқа. Қобыз. Қобыз. Жарайды балалар, бейне жазба сіздерге ұнады ма? Бізде бейне жазбада қандай әріп туралы айтты? Бүгінгі өтіп отырған қ әрпі туралы айтты, иә? Енді осы қ әрпін пайдаланып біз алдымыздағы кеспе әріптермен жазайықшы. Ал дауыстылар тобы сіздер қол деген сөзді жазыңдар. Ал дауыссыздар тобы сіздер қар деген сөзді жазыңдар. Ал әріптер тобы сіздер ақ деген сөзді жазыңдар. Артық әріптерді біз қайда салып қоямыз? Өзіміздің карточкамызға қайтадан салып қоямыз артық әріптерді. Өзімізге керек әріптерді аламыз. Қол деген сөзді жазамыз. Ол деген әріп тағдыр бар ма? Қандай жауап? Азамат сізге әріп тағдыр. Қалды ма? Әріптарымызды салып қоямыз. Қане. Ал әріптер тобы сіздер қандай сөз жаздыңдар? Элина? Біз қол деген. Қол деген сөз ба? Шадияр, қандай сөз жаздыңдар? Ақ деген сөзді жаздыңдар ғой. Ақ деген сөзде неше әріп бар екен? Ақ деген сөзде 2 әріп бар. Ақ деген сөзде қ әрпі сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Ақ деген аяғында. Сөздің аяғында кездесіп тұр екен. Жанекем, қандай сөз жаздың сен? Ақ деген сөзді жаздың, өте жақсы. Ал дауыссыздар тобы сіздер қандай сөз жаздыңдар Мәди? Қар. Қар деген сөз. Қар деген сөзде неше әріп бар?
сөзді. Балалар, Жансейіт дұрыс жазды ма? Қараңдаршы. Жоқ. Я. Жансейіт, қар деген сөздің басында қандай әріп кездесіп тұр? Қ әрпі. Қ әрпі бар екен. Неше сөз бар екен? Неше дыбыс бар екен? Қар деген сөзде 3 дыбыс бар. 3 дыбыс бар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал дауыстылар тобы. Сіздер қандай сөз жаздыңдар, Аяужан? Біз қол деген сөзді. Қол деген сөзді жаздық. Қол деген сөзде неше әріп бар? Қол деген сөзде 3 әріп бар. Азамат, қол деген сөзде Қ әрпі қай жерде кездесіп тұр? Қол деген сөзде қатты Иә, сөздің қай жерінде кездесіп тұр? басында кездесіп тұр. Өте жақсы. Балалар, біздер жазалады екенбіз, иә? Не, кеспе әріптерін жазалады екенбіз. Енді осы Қ дыбысын, Қ әрпін одан да жақсы білу үшін біз тағы да ойнап жібереміз ба? Иә. Ендеше қазір мен ойынның шартымен түсіндіріп кетейін. Балалар, қараңыздар, мына жерде көптеген заттар тұр. Осы заттардың ішінде араласып жатыр. Қ дыбысынан басталатын бір затты алып, соған сөйлем құрауымыз керек. Келе ғой, Шадияр. Қазір бәріміз де сөйлем құраймыз. Тез-тез құрасақ, бәріміз үлгереміз, иә? Қ қолтырауын суда жүреді. Өте жақсы. Келе ғой, Элина. Тез-тез құрасақ, бәріміз де үлгереміз, балалар. Қашымен қағазымен. Иә, жарайсың, Жанеркен, келе ғой. Иә. Қайшы, біз қайшымен шаш қиямыз. Өте жақсы, жарайсың. Фатима, келе ғой. Иә, Назым. Біз қалай отыратынбыз? Қасқы орманда жүреді. Қасқыр орманда жүреді, Назым. Қоян, бізде қоянды үйде бағамыз. Су береміз, сәбіз береміз. Бізде әңгіме құрап кетті, Назым. Жарайсың, өте жақсы. Иә, Азамат. Қолтырауын суда жүреді. Иә, жарайсың. Бірақ балалар, бір баланың айтқанын қайталамаймыз, Анелке. Қайсыне біз кекіміз өсіп кетсе, кекімізді қиямыз. Өте жақсы, кекіміз өсіп кетсе қиямыз дейді, Анелке келе ғой. Қойдеміз үйде бағамыз. Үйде бағамыз, үй жануар екен, иә, жарайсың бала. Нұра кел. Тез-тез келе қоямыз, бала. Қуырсақпен біз ойнаймыз. Қуыршақпен біз ойнаймыз дейді, Аяужан. Қолтырайды біз суы ішеміз. Жуып жейміз дейді, өте жақсы. Кел, Мәди. Қасқыр орманда жүреді. Иә, орманда жүреді, Аружан келе ғой. Аружан қандай сөз сөйлейді екен, қарайды. Аналарымыз қазанмен тамақ пісіреді. Тамақ пісіреді екен аналары. Ринат келе ғой. Жарайсың, өте жақсы, Аружан. Қолтырауын суда жүреді. Суда жүреді, жақсы, жарайсың. Камила келе ғой. Қазан анамыз үйде бізге тамақ пісіріп береді. Өте жақсы. Ал Жансейіт қалды. Ал Жансейіт бізге не дейді? Қандай сөзді сөйлемді құрап береді екен ал? Құлын үй жануары. Өте жақсы. Жарайсың. Құлын үй жануары екен. Барлығымыз сөйлем құрадық па, балалар? Иә! Байқаламаймыз. Балалар, бүгін
бүгінгі ашық оқу әрекетімізде біз қандай жаңа әріппен таныстық? Қандай дыбыс болды сонымен? Иә? Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыстарды біз қандай текшемен белгіледік? Көп текшемен белгіледік. Енді балалар, бүгінгі біздің келген қонақтарымызға